أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Біліп ал рубрикасының кезекті тақырыбы ұлтшылдық туралы. Ұлтшылдықты мынандай екі түрлі ұғыммен қарастыруға болады. Біріншісі, ұлты мен отанының мүддесін өзінің мүддесіне қарағанда жоғары қою, яғни азаматтық парыздарын жауапкершілікпен сезіну. Бұндай ұлтшылдықты ислам діні құп көреді, оны құптайды. Мынандай екіншісі бар. Екіншісі, өзінің ұлтын тәкаппарлықпен өзге ұлттан жоғары қойып, ұлттар арасындағы алауыздықты тудыру мақсатында осындай ұлтшылдықты ислам діні терістейді. Ұлтшылдық туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің қоштасу хутбасында былай деп айтқаны бар. О адамдар, Алла жалғыз, біз бәріміз Адам алейхиссаламның ұрпағымыз, ал адам ол топырақтан. Алланың алдындағы ең құрметтілерің ол Алладан қатты қорыққандарың. Яғни араб еместен артықшылығы жоқ, артықшылықтарың тек қана тақуалықтарың деп айтқан. Яғни бұл жерде түйін деп айтқанда ұлтжанды болуға болады, бірақ та жаңағыдай өзіңнің ұлтыңды дәріптеп, өзге ұлтты төмен түсіруге ислам діні түбегейлі қайшы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.